қаланың қақ ортасында 300, 400, 500 адамдық үйлер бар. Бірақ паркинг саны тек 100 орынға болуы мүмкін, 150 орынға болуы мүмкін. Оның ауласында парковка саны да бір одан көп аспайды, яғни машина қою жағы проблема. Неліктен осы ескерілмеген, бұл мәселе шешіле ме жалпы? Негізінде енді әрбір құрылысты план бойынша салынады ғой. Жоба бойынша салынады. Енді сіз айтып отқан оқиғаға байланысты енді әртүрлі причиналар болып жатыр да. Енді біріншіден сіз айтып отқандай автокөлік тұрақтарын үйінің қасыңызда, ауласында оларда дұрыс қойса, сол да бір себеп болатын шығар. Енді әртүрлі жаңа себептер болуы мүмкін. Бірақ жаңа әріптесім айтқандай, қазір расследование болып жатыр да, содан кейін бүкіл ұсыныстар, енді бүкіл нәтижелер қорытындылайды. Рахмет. Жоқ, мен айтқым келгені паркинг мәселесі бойынша. Енді біз жер көлем жағынан 9-шы орындамыз. Бірақ бір қалада муравейник, яғни қаланың қақ ортасында, мысалы Астананың қақ ортасында муравейник, қаланың шетіне де салса бейді, ары қарай соза берсе де ештеңе етпейді ғой. Салатын болса, астына қанша 500 орынға, 500 адамға үй салынса, 500 квартира, астында 500 паркинг орны болсын. Осылай неге сіздер талап қоя алмайсыздар ма застройщиктерге? Жоқ, талап бар, бірақ толықтай қанеке. Жауапты өкіл бар, я қазір комментарий беріп кетсе, рахмет. Рұқсат болса, бұл жерде енді жаңа айттық қой, кодекс күшіне енгеннен кейін талап та күшейтіледі. Жалпы жобалық сметалық құжаттамада оның барлығы болған болуы мүмкін. Біз нақты енді бір мысал болмағаннан кейін айта алмаймыз да. Егер ол жерде мердігердің жауапкершілігі қаншалықты сол жобаға сәйкес құрылыс жүргізілді. Ол жаңағыдай нақты мысал болса қарауға болады. Жобалық сметалық құжаттама сараптамадан өткен, ол жерде толықтай ақпарат болуы мүмкін. Қанша ол тұрғындарға сәйкес сол көлік тұрағының орны қамтылған болуы мүмкін. Бірақ айналып келіп, жаңағы мердігердің немесе тапсырыс берушінің бұл жерде жауапкершілігі қаншалықты олар сол жобаға сәйкес құрылыс жүргізген ғой. Үйді берген кезде тексермедіңіздер ме? Жоқ, жаңа айттық қой, біз мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау немесе мемлекеттік органдардың ешқайсысы қабылдауға қатыспайды ғой. Бұл жерде қатысып отырған тек техникалық қадағалау, авторлық қадағалау және мердігер мен сон тапсырыс беруші 4 тұлғамен ғана қабылданып тұр ғой. Осы уақытқа дейін мәселе суда болып тұр.